Сәлем достар, бұл PHP курсының екінші сабағы. Бүгінгі біз сабақта PHP-дің синтаксисін қарастырамыз. Жалпы қандай редакторлар қолдану болатынын қарастырамыз. Және де кодировка деген не екенін қысқаша айтып кетемін. Жалпы қандай редакторлар бар? Ең көп таралғандардың біреуі сол VS Code. Мен қолданып жүрген. Міне мынау. Ең жеңіл әрі тез жасайтын Sublime Text бар. Және де тағы да көп таралған түрі ол PHP Storm IDE болып саналады. Жалпы IDE-нің айырмашылығы редакторға қарағанда оның дайын линтерлері мен форматтерлері бар. Және де күшті дебаг системалары да бар. Осыны жүктеп қондырып көрсеңіздер де болады. Бірақ та ол ақылы. Сондықтан да біз VS Code'ты қолданып көреміз әуелі. Жалпы VS Code'ты жүктеп қондырып алған соң сіздерде осындай интерфейс шығады. Оны PHP тілін түсіну үшін бізге плагин қондыру болады. Мен қондырған плагинім PHP Interface деген. Оның көптеген пайдалы функциялары бар. Embed кодтар салу болады, міне, синтаксистерді, линтерлер, тағы да сол сияқты күшті функциялары көп. Сондықтан да осыны қондырып алыңыздар. Содан соң жасай берсеңіздер болады. Енді синтаксисті таныстырып өтіп кетейін, ол үшін мыналардың барлығын өшіп тастайық. Содан соң леп белгісін салсам, менде embed код пайда болды, көріп тұрсыздар. Мен enter баса салам. Сонда біз мына HTML кодты теріп отпаймыз, ол өзі автомат түрде шығады. Егер де HTML мен және де CSS, JavaScript тілдермен таныс болмасаңыздар, менің алдыңғы курстарымды қарап кетуіңізді сұраймын. Себебі ол тілдерді PHP үйренбестен үйренген дұрыс. Содан соң PHP тілін үйренуге болады. Тайтлдың атын өзгертейік, біз first page деп жазайық. Содан соң бодиның ішіне біз Hello World-ты жазып қояйық. Сақтадым. Парақшаны жаңартып тексеріп көрейік. Міне Hello World деген сөз шықты. Дәл осы HTML құжаттың ішіне де біз PHP-ді енгізе аламыз. Ол үшін алдыңғы сабағымызда айтып кеткен PHP деген осылай ашатын тегін саламыз. Содан соң жабатын тегін саламыз. Міне осындай. Ішіндегі жазған заттардың барлығы міне PHP болып орындалады. Сәлем әлем деп тағы жазып жіберейік біз қазақша. Міндетті түрде нүкте өтір салу керектігін ұмытып кетпеңіздер. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Сәлем әлем дегеніне жазу шықты. Жалпы мына PHP тегінің ішінде бірақ қана оператор тұратын болса, мына нүкте өтірді салу міндетті емес. Сақтайым, міне ешқандай да қате болмайды. Парақшаны жаңартам. Қате шыққан жоқ, көріп тұрғаныңыздай. Ал егер де мен бірнеше операторды жазатын болсам, оның ішіне тағы echo деп жазайын, міне. О деп жазайық, сақтадым. Парақшаны жаңартам. Міне 500 қате шығып тұр. Яғни бұл құжат орындала алмады. Өйткені оның синтаксистік қатесі бар. Екі оператор орындап тұрмын мен. Екі орындайтын болсақ, өтір нүкте салсақ болады, міне. Сол кезде ол қате болып есептелмейді. Парақшаны жаңартам. Міне қайттан шықты. Жалпы байқап тұрсаңыздар, мен осы PHP тегін HTML кодтың ішіне жаздым. Бірақ та ол браузерде әдемі болып орындалып тұр. Оң жағын басып page source дегенді басатын болсақ, ол сіздерде орысша исходный код деп тұруы мүмкін. Көріп тұрғаныңыздай ешқандай PHP тегтері жоқ. Алдыңғы сабағымда айтып кеткендей серверде орындалып кетті. Сондықтан да бұл жерде нәтижесі ғана тұрады. Жалпы тағы да жазып көрейік біздер. Осы Hello World-тың ортасына ғана жазып қояйық мысалы. Echo деймін. Echo деп отқанымыз оны шығару болып саналады. My деп жазып қояйық. Сақтадым. Парақшаны жаңартайық. Hello my world. Сәлем әлем оу деп тұр міне. Жалпы бұл PHP-дің ең үлкен айырмашылығы басқа тілдерге қарағанда оны HTML тілдің ішінде тікелей салуымызға болады. Міне көріп тұрғаныңыздай HTML тегін жазып кетіп жатырмыз біз алғашында. Содан соң PHP тегін салдық міне. PHP команда орындалсын деп. Содан соң қайттан HTML кодын салдық. Яғни оны HTML документімен араластырып сала берсек те болады. Жалпы осылай HTML-ға араластырып салатын болсақ, оның echo-ның да қысқаша синтаксисі бар. Осы PHP echo дегеннің орнына бірден тең болады салып кетсек болады. Яғни осының ішіндегі нәрсені біз қайттан echo сияқты шығар деген ақпарат болып саналады PHP FPM-ге. Мынаны да дәл солай салып кетейік міне. Сосын қазір сіздерге көрсетемін. Екіншісін жазып кете алмаймыз өкінішке орай. Тек біреуін ғана көрсете аламын. Сақтадым. Парақшаны жаңартып көрейік. Hello my world және сәлем әлем деген сол күйінде өзгермей шығып тұр міне. Жалпы HTML-дағы тұратын синтаксисі түсінікті деп санаймын. Ендігі тек PHP-дің өзінің синтаксистерін көрсетіп кетейін. Кез келген айнымалыны жариялау үшін доллар таңбасын саламыз. JavaScript-тікінде ешқандай да var let сияқты жарияламаймыз. Доллар таңбасын салып кеткен соң біз айнымалының атын жазамыз. Мысалы name дейік, шын болады дейік. Міндетті түрде өтір нүкте салуды ұмытпаңыздар. Содан соң тағы да мен фамилиямды жазып кетейін, last name деп. Жақсыбаев дейік. Оған да өтір нүкте салады. Жалпы мынау айнымалылардың синтаксисі болып саналады. Келесі сабақта айнымалы екенін бастап түсіндірем. Сондықтан да әзірше тек синтаксисін үйреніп алыңыздар. Содан соң echo деп мана екі айнымалыны салып кетсек болады. Міне name деп жазам. Сосын мына жерге барып мен парақшаны жаңартатын болсам, шын болады деген жазу шығады. Егер де мен екі айнымалыны қосқым келсе, онда нүкте арқылы қосам. Конкатация деп айтады оны. Last name дейік. Сақтадым.
парақшаны жаңартам. Міне Шымболат Жақсыбаев деп шығып тұр. Олардың бірігіп кеткені ешқандай да арасында пробел жоқ. Мен бірден оларды екеуін біріктір дедім. Сондықтан да олар бірігіп шығып тұр. Жалпы осы код орындалмасын десем, ол үшін комментарий нәрсе бар. Слэш салып кететін болсам, ол комментарий есептеледі. Менің редакторым де оны комментарий екенін түсініп тұр. Оны сор түске айналдырып тастады. Яғни қолданылмайтын код деген сөз. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Аппақ болып тұр, ештеңе орындалмай тұр. Өйткені браузер бетіне шығаратындай ешқандай команда жазған жоқпыз. Жалпы осының ішіне тағы да мен эхо деп кетейін. Тағы да экранға шығар деген сөз. Сандарды ешқандай кавычкасыз да жазып кетуге болады. Мысалы 15 деп кетеміз. Үтір нүкте салдым. Сақтадым. Браузерден қарайтын болсақ, 15 деген сан шығады. Жалпы PHP тілі қатал емес. Мысалы, мына 15 деген түрді integer түрі деп айтады, сан түрі. Оны біз оп-оңай, мысалы, name мен біріктіре аламыз. Яғни, жоғарыда жазып кеткен name түрі ол строка түрі. Ешқандай да қате шықпайды, оны бірден 15 Шымболат деп көрсете береді. Яғни тағы да бұл PHP-дің басқа тілдеріне қарағанда айырмашылығы осындай, 15 Шымболат деп не шығып тұр. Яғни автоматты түрде санды ол строкаға айналдырды, стрингке, яғни жолға айналдырды. Сондықтан да еш қиындықсыз ол экранымызға шығып тұр біздің браузердің. Жалпы эходан бөлек тағы да print деген нәрсе де бар. Ол үшін print деп жазамыз да функцияны шақырамыз. Ішіне манағы last name'ді жазып кетсек болады. Содан соң үтір нүктені салам, сақтаймын. Парақшаны жаңартатын болсақ, Жақсыбаев деп шығып тұр міне. Яғни оның ешқандай да айырмашылығы жоқ. Функциялық қызметі дәл сондай эхо сияқты. Жалпы байқасаңыздар, PHP тілі жоғарыдан астыға қарай орындалады. Бірінші ол мына тегті оқиды, содан соң PHP басталғанын көріп тұрады. Одан соң мына жерден name-ді ашып тұр, айнымалысын, содан оның ішіне Шымболатты жазды. Содан соң last name айнымалысын көрді де, оның ішіне Жақсыбаев жолын салды, string. Содан соң мынаны көрді де, оның комментарий екенін түсінді де, содан соң мына екі команданы орындады, эхо мен printті. Жалпы бірнеше жолда бірден комментарийге де салып кетуге болады. Ол үшін мен слэш жұлдызшаны салам. Содан соң осы жерде тағы да жауатын бірінші жұлдызша, сосын қайттан слэш салам. Міне осының арасының ішіндегінің барлығы комментарий болып есептелетін болады. Тағы да бір үшінші комментарий түрі ол решетка болып саналады. Жалпы осылай негіздері синтаксистердің. Кейінде басқа да функциялармен тағы да кейс сабақтарда көрсетіп кетем. Енді жалпы кодировка деген екенін көрсетіп кетейін. Мысалға мен эхо деген жазайын, сосын қазақша бір сөздер жазып кетейік. Қалың қалай деп жазайық мысалға. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Қалың қалай міне еш қиындықсыз шығып тұр. Егер де мен кодировканы өзгертетін болсам, VS Code'та міне оң жақ астында тұр, UTF-8 деп тұр. Оны басып міне өзгертуге болады бізге. Reopen with encoding деп мысалы жасамыз. Мысалы Windows-тың 12.52-ін ашып көрейік. Көріп тұрғаныңыздай ол мүлде басқа кодировка. Ол мына жазуды көрмей қалды. Себебі ол мана UTF-8-нің кодировкасы еді бізге. Яғни кириллицаның сондай кодировкаға тікелей байланысы бар. Мына латын сөздер сөгеге тұрғандарын көріп тұрсыздар. Міне PHP echo деген жазулар еш өзгеріссіз тұр. Ал менің кириллица жазылған жазуларым ол өзгеріп кетті. Қайттан қалың қалай деп жазатын болсам, мысалға мен сақтадым. Парақшаны жаңартып көрейік міне. Көріп тұрғанызда UTF-8 мен жасаған жазуымыз сөгеге шығып тұрды, ал біздің Windows форматымен жасалған нәрсе шықпай тұр. Өйткені браузеріміз тек бірақ қана кодировканы қабылдай алады, екі кодировканы қабылдап көрсете алмайды. Ол бұл құжатты UTF-8 документі деп түсініп тұр. Яғни біздің серверіміз бұл құжатты UTF-8 мен ашу керек деген белгі берген болса керек. Кодировканың ең көп таралған түрі сол UTF-8, соны қолдануға тырысыңыздар. Сіздерде ешқандай да қиыншылықтар болмайды сол кезде. Екіншісін өшіп тастай берейін, осыны ғана қалдырайын, сақтадым. Қайттан парақшаны жаңартам, міне еш қиындықсыз ашылып тұр. Осыменен екінші сабағымды аяқтадым. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.